Спорт денсаулық кепілі. Бүгінгі күні өңір жастарының көбі осы ұстанымды ұстануда. Құр босқа уақыт өткізбей, оны пайдалы іске, әсіресе тәннің саулығына арнауды жөн көрген. Ділназ Сағындық Қостанай өңірлік университетінің 3-ші курс студенті. Салауатты өмір салтын ұстанатын жастардың қатарында. Күнде таң ала кеуімен тұрып, жаттығу жасап, кешке де 1-2 сағатын жүгіруге арнайды. Мен спортпен бала кезімнен бастап шұғылданамын, және бұл менің жаныма рахат сыйлайды. Себебі спортпен шұғылданған адамның дегенмен де дені сау болады. Сіздерді де спортпен шұғылдануға шақырамын, себебі жаны саудың тәні сау. Жастар арасында спортпен айналысу жалпы бүгінгі тілмен айтқанда трендке айналған. Тіпті спортқа бұрындары жақын болмаған жастардың өзі қатарластарымен бой түзеп, олардан үлгі алуда. Мен негізі күнде парк Победаға келушілердің қатарынамын. Осы жастарды көріп, өзіме ынталанам. Өзімде енді алдағы уақытта тек қана демалу үшін ғана емес, спортпен айналысып, тән саудың жаны сау деген ұстанымды ұстануға бел будым. Себебі қазіргі таңда жастардың көбісі байқағанымыздай спортпен айналысады. Ол әрине дұрыс деп ойлаймын. Енді сол жастардың ізін мен де жалғап, спортпен айналысуды шештім. Спортты жанына серік еткендердің қатары артып жатса, елдің болашағы да жарқын болмақ. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Тәні саудың жаны сау деген ұстанымды ұстанған әрбір азамат ең алдымен өз өмірінің, содан кейін өзгенің көзқарастарына да әсер етпек. Айдана Манат, Аяжан Шнет, Ділназ Сағындық, Сейтхан Рахат арнайы.